ұлттық музейдің маңынан ұлы даланың жеті қырына арналған жаңа музей ашылып отыр. Музейдің сенеке алғашқы жәдігерлері болып, осы кейінгі былтырғы биылғы табылған сақтардың ерте алғашқы кезінде өмір сүрген халықтардың, сақ халықтардың керемет бір әлемдік деңгейде жасаған құндылықтарын көрсетіп отырмыз. Бұның өзі бір үлкен бір елеулі оқиға деп есептеуге болады. 1969 жылғы ескі қорғаннан табылған адамдағы, содан кейін екіншісі мынау Елеке сазындағы. Екеуінің жасы да бірдей. Содан бірақтағы мына Елеке сазындағы табылған алтын адамның бірекшелігі, ол 4 ғасыр бұрын өмір сүрген ана есіктегі алтын адамнан. 4 ғасыр бұрын. Ол 4-ші ғасырға жатады, біздің заманымыз 8-ші ғасырға жатады. Біздің мақсатымыз әрине тек қана бүгінгі табылған Елеке сазынан жәдігер ғана емес, алтын адам болсын, басқа да жәдігерлерді бүкіл дүние жүзіндегі үлкен көрмелерге қатыстырып жүрміз. Арнайы бағдарлама бар, алтын адамның дүние жүзіндегі шеруі деген. Әрине оған қазір тек қана естен табылған алтын адам емес, басқа да біздің көне артефакттарды кеңінен насихаттап жүрміз. Сонымен бірге әрине біздің бүкіл Қазақстанның көрермендеріне де облыс орталықтарына біз көрмелер ұйымдастырып жүрміз. Ол жерге келіп тек қана тұра береді деген сөз емес, кеңінен насихаттай беруіміз керек.